келесі дайындайтын тағамымыз өте осындай дәмді балықтардан жасалған тағам болады. Рыбный микс ресторандарда осы бір порциясы 20-25 мың тұрады. Ол үшін бізге бірінші маринатын жасап аламыз. Маринат үшін бізге не керек? Осындай базарда сатылады рыбный соус. Оливковое масло. Кішкене ғана осындай балыққа арналған приправа. Паприка. Осындай кішкене розмарин. Лимон шырынын саламыз. Балығымызды маринаттаймыз. Мына жерде бізде дорада, сибас, форель, филе судак және де сёмга балығы. Осылай маринатқа қойып қоямыз. Біздің маринатталған балықтарымызды қазір духовкамызға салып пісіріп аламыз. Балық тез піседі, тағы да өте дәмді, денсаулыққа пайдасы көп. Балықтарымызды осылай маринаттадық. Духовкада 200 градуста 35 минутқа пісіріп аламыз. Біздің балығымыз пісті.